Сәлеметсіздер ме курсқа қатысушылар? Microsoft Excel негіздері курсының бүгін соңғы 10-шы сабағын өтеміз. Ол файл батырмасы деп аталады. 10 сабақ бойы мен Microsoft Excel бағдарламасының негізгі түсініктерімен таныстырып өткен болатынмын. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Және ары қарай өздеріңіздің білімдеріңізді дамытып оқуларыңыз келсе, кәсіби тұрғыда дамытқыларыңыз келсе, оны ілгеріленген курстардан жалғастыруыңызға мүмкіндік аласыздар. Бүгінгі өтетін сабағымыз файл батырмасы туралы болмақ. Бұл батырма 2010 жылғы нұсқадағы негізгі ерекшелігі болып табылады. Себебі 2007 жылғы нұсқада бұл батырманың орнында офис батырмасы орналасқан болатын. Және бұл батырма туралы айту үшін біз отбасылық бюджет құжатына көшеміз. Міне көріп отырғандарыңыздай файл батырмасы лентаның үстіңгі жақ бөлігінде орналасқан. Бұл батырманы бассақ, біз негізгі бағдарламаның командаларын көре аламыз. Яғни сақтау, қалай сақтау, ашу, жабу сияқты командалар ол бұрыннан белгілі. Яғни сақтау белгілі бір өзгерісті сақтауды білдіреді, ал қалай сақтау командасы өзіміз жаңадан құрған құжатты атын белгілеп сақтауды білдіреді, ал ашу командасы бұрын қолданылған құжатты ашып өзгертуге немесе мәліметті оқуға арналады, ал жабу командасы дәл қазіргі кезде белсенді болып тұрған құжатты жабуға көмектеседі. Сонымен қатар бұл жерде ақпарат командасы орналасқан, яғни сведения. Бұл дегеніміз құжаттың толық мәліметтерін қарастырады. Яғни мына жерден көріп отырғаныңыздай отбасылық бюджет деп атауы, ол қай жерде орналасқан сілтемесі, және мына бөлігінде оның өлшемі, аты, тегі, категориясы, өзгерту, құрылу уақыты, авторы және тағы басқа бірнеше ақпарат осы жерден таба аласыздар. Сонымен қатар соңғы командасы ол осы бағдарламада соңғы ашылған құжаттардың тізімін көрсетеді, ал ол мына шетінде қай папкаларда орналасқандығын көрсетіп тұрады. Создать командасы ол жаңа құжатты құруға көмектеседі, ал печать командасы болса, ол дәл қазір ашылып тұрған құжатты қағазға басып шығаруға көмектеседі. Бұл команда негізі 3 бөліктен тұрады. Яғни бұл жерде міне көріп тұрғанымыздай алдын ала көру бөлігі. Бұл жерден біз құжатымыздың қалай орналасқанын көруімізге болады. Және принтер баптауы, принтердің бірнеше қасиеттері көрсетілген, яғни оның маркасы және қанша қағаздағы көлемде шығару керек, және ең басты печать, яғни басып шығару командасы орналасқан. Сонымен қатар оның астыңғы жағында парақтың параметрлері орналасқан. Осы арқылы біз әртүрлі өзгерістер жасай аламыз. Мысалы, алдын ала көру бөлігінде біз кестеміздің тек жартысы ғана көрініп тұрғанын байқауымызға болады. Оны өзгерту үшін біз қағазымыздың парағымыздың форматын немесе басқа да параметрлерін өзгерту керек болады. Сохранить және отправить немесе сақтау және жіберу командасы бұл басқа сақтау командаларына қарағандағы негізгі ерекшелігі ол электронды поштаға жіберу болып табылады. Бұл почтаға бірнеше
форматта жіберуге немесе факс арқылы интернетпен жіберуге мүмкіндік алады. Сонымен қатар веб-сайтта сақтауға болады. Ол үшін бізге мына жерде көрсетілгендей Windows Live бағдарламасы керек болады. Бұл бағдарламаға тіркеліп, сол арқылы ғана бұл команданы жүзеге асыруға болады. Сонымен қатар құжаттың типін өзгертуге болады. Мына жерде көрсетілгендей PDF форматта сақтауға болады. Осындай негізгі командалардан тұратын файл батырмасы бағдарламаның ең негізгі батырмасы рөлін атқарады. Осылайша сабақты қорытындылаймыз. Үйге тапсырма ретінде курс барысында жасаған отбасылық бюджет кестесінің басып шығару командасы бойынша орналасуын реттеп, қағазға басып шығарыңыздар. Оны отбасылық бюджетті күнделікті өмірде қолданыңыздар. Және екінші тапсырма ол жұмыс кітабын PDF форматында сақтаңыздар. Алдағы уақыттағы Excel мен жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Келесі басқа курстарда кездескенше аман сау болыңыздар.